Сәлеметсіздер ме оқушылар? 16-та 9-шы есеп функцияның өсу және кему аралықтарын табыңдар. Енді функцияның өсу және кему аралығын табу үшін біз берілген функцияның туындысын табамыз. Яғни туынды арқылы функцияның өсу кему аралығын табуға болады. Яғни f от x тең жазып алайын, не бірінші есеп? Плюс 4x минус 7. f от штрих. Анықталу облысы минус шекстіктен плюс шекстікке дейін кез келген сан қоюға болады. Туындысын табам. Мына берген функцияны туындаймын. 3x квадрат плюс 4 болды. Енді берген функцияны нөлге теңестірем. Плюс 4 тең 0. Нөлдерін алам. X квадрат тең минус 4. X квадрат тең минус 4. Енді біз білеміз, мына жерде нөлге тең болмайды. Яғни бұл функцияның өсу және кему аралығын анықтауға болмайды. Келесі екінші есеп. Мына бізде бірінші есеп болды. Екінші есеп f от x тең 5x квадрат минус 3x минус 8. Функцияны зерттейміз. Анықталу облысы минус шекстіктен плюс шекстікке дейін f от штрих x тең. Туындылаймыз берілген функцияны 10x минус 3. Берілген функцияны нөлге теңестіремін. Тең 0. X тең 0,3. Сан сәулесінен саламын. Интервалдар әдісіғаны шешем. 0,3. Нүктені қоям. Аралыққа бөлемін. Таңбасын анықтаймын. Енді олны қалай анықтаймыз? Берілген функцияның алдындағы орналасқан сан, мына жерде бізде 0 деген сан бар. 0-ді қоям. Мына берілген функцияға қоям. 10 көбейтілген 0 минус 3 тең минус 3. Яғни теріс сандар қабылдайды. Одан өлге 1 деген сан бар. 10 көбейтілген 1 азайтылған 3. Бізде 10 болады, 7 болады. 10 сан шықты, яғни плюс. Яғни қараңыздар, мына аралықта минус шекстіктен 0,3-ке дейін берілген функция кемиді. Немесе битіп қоятын әдістеріміз бар. Кемиді деп айтасыздар. 0,3-тен плюс шекстікке дейін берілген функция өседі. Немесе мына аралыққа битіп жоғары қарай стрелка қоясыздар. Келесі үшінші есеп. Үшінші есеп жазамыз. f от x тең 2x куб плюс 3x квадрат минус 12x. Функцияның туындысын анықтау облысын табам. Анықтау облысын табам. Минус шекстіктен плюс шекстікке дейін. Енді туындысын табам. f'(x) тең. Функцияны туындылаймын. 6x квадрат плюс 6x и минус 12. Енді осы берілген функцияны нөлге теңестірем. 6x квадрат плюс 6x минус 12 тең 0. 6-ға бөліп шығам. X квадрат x, кешіресіздер, минус 2 тең 0. 6-ға бөлдім берілген функция. Енді бұл x мен x 2 мен 1-ден көбейтіндісі 2 мен 1-ден плюс 2 минус 1. 2 мен 1-ден көбейтіндісі ол минус 2-ні береді. 2x-ке көбейтем, минус x ол қайт плюс x-ті береді. Тең 0. Яғни менің түбірлерім бірінші түбір минус 2-ке тең, екінші түбір
1-ге тең. Сан сәулеге салам. -2 жазам. 2-ні 1-ді жазам. Аралыққа бөлем. Енді таңбасын анықтаймын. Мына жоғары функцияға апарып қоямын. Мына жақшадағы қойғанға ыңғайлы маған. Енді парабола арқылы анықтайсақ та болады. Тармағы жоғары қарайды. Плюс, яғни плюс, минус, плюс. Біз білеміз, параболаның тармағы жоғары қараса, ол бүйтіп тұрады ғой. Яғни ол плюс, төменге түседі минус, одан кейін плюс болады. Яғни жауабы осы жерден егер плюс болса жоғары қарайды, өседі, минус болса төменге кетеді, плюс болса қайттан жоғары кетеді. Енді осы жерден жауабын жасасақ болады. Минус шегістіктен минус 2-ге дейін және 1-ден плюс шегістікке дейін өседі. Одан кейін минус 2-ден 1-ге дейін бұл функция кешіресіздер кейін. Енді келесі есеп 19-да 7. Берілген функцияны өспелі функция болатынын дәлелдеңіз деп. Дәлелдеу үшін, яғни бірінші функцияны жазып алайық. Y тең x куб қосылған x, яғни функцияны анықталуысын табамыз. Минус шегістіктен плюс шегістікке дейін анықталуысын, яғни туындысын табамыз. Өспелі кеммелі екенін дәлелдеу үшін 3x квадрат плюс 1. Енді 0-ге теңестіремін. Квадрат плюс 1 тең 0. Сосын 3x квадрат тең минус 1. X квадрат тең минус 3-тен 1. Енді қараймыз, енді бізде қиылысу нүктелеріміз жоқ, яғни өспелі және кемелі анықтайтын нүктеміз жоқ. Бірақ біз анализ жасап отырып, сан сәулесін сызамыз. Түсініңіз кетті, сан сәулесін сызамыз, рассуждение жасаймыз, яғни анализ жасаймыз. Бұл функция қандай? Енді қараңыздар, мына жерге бастапқы функцияға қайтып келем. Мына жерге кез келген санды қоям. 1-ді қойсам 1, 1-дің квадраты 3, 1, 3-ке көбейтем 3, қосамын, сонда 4. Оң сан шықты, дұрыс па? Одан кейін теріс санды қойып көрейік. Теріс санды қойсам да, мына жерде, мысалы, минус 2 қойсам, минус 2 квадраты 4, оң сан шығады, көбейтем, яғни тағы плюс. Яғни берілген функциямыз тек қана плюс мәндерінде шығады екен, қандай сан қойсам да. Теріс сан қойсам да, оң сан қойсам да, бұл функция монотонды өспелі болады. Монотонды өспелі функция болады. Яғни берілген функция минус шегістіктен плюс шегістікке дейін монотонды өспелі. Монотонды өспелі деп аталады. Яғни мен нүктелерім табылмаса да. Келесі екінші нүктені зерттейік, ә нүктесін, яғни а, y тең минус x-те 4. Берген функцияның анықталу облысы міндетті түрде жазасыздар. Минус шегістіктен 0-ге дейін қиылысады, 0-ден плюс шегістікке дейін. Яғни 0-ді қоюға болмайды. Бірақ бұл функцияның туындысын табам. Туындысын тапқан кезде мына функцияны берілген функцияны төбеге көтерем. Алымына шығарам, туындысын табам. Минус 4 көбейтілген минус 4 x-тің минус 2 дәрежесі. Минус 1-ге минус 1 көбейтіледі.
Сосын алдына көбейтіледі, минус 1 болады. Сонда минус 4 пен минус 1 көбейтіледі 4 x-тің минус 2 дәрежесі. Бұны енді әдемі қалпына келтіремін. X квадраттан 4. Берген функцияның туындысы шықты. Енді бұл функцияны нөлге теңестірген кезде нөлге тең болмайды, сол себепті мына берілген аралықтағы x тең емес деген 0 нүктесін сан сәулесіне қоям. Функция нөлге теңеспейді ғой. Бұның нүктелері табылмайды, теңеспейді. Бірақ менде ерекше нүкте бар. Бұл нүктені қоюға болмайды. Осының жан-жағында нүктелер анықтаймын. Теріс санды қойсам, теріс санды мына жаққа апарып әкеп қоямын. Теріс санды қойсам, мына сан өрнегім қайттан оң болып кетеді. 4-ті оң санға бөлсем, қайттан плюс болып кетеді. Оң санды қойсам да, бұл да оң сан болады. Яғни, бұл да функция менде, минус x-тен плюс x-тің аралығында монотонды өспелі. Монотонды өспелі функция болатыны анықталады. Тамаша. Енді келесі 19-да 8. Бірінші есеп. Берілген функцияны f от x тең x-тің кубы азайтылған 3x қосылған 5. Берілген функцияны анықтау обысын табамыз. Анықтау обысы r, яғни минус x-тен плюс x-ке дейін функцияның туындысын табам. 3x квадрат минус 3. Енді осы функцияны нөлге теңестіремін. Нөл нүктелерін табу керекпін. 3ті шығарып жіберем. X квадрат минус 1 тең 0. Көбейткіштер жүктеймін. X минус 1, X плюс 1 деп. Әрқайсысын нөлге теңестіремін. X тең 1, X тең минус 1. Екі нүкте табылды. Сан сәулесін интервал әдісімен табамын. 1 аралыққа бөлемін. Енді графикке қараймыз. Берген функцияның парабола екенін көрініп тұрса, нөлге қарайсыздар, парабола екенін біліп тұрса, яғни параболаның анықталу облысын білесіздер. Мәндерін қалай қабылдайтын. Параболаның қалай орналасатынын білеміз ғой, бет табысын. Яғни ол жерде плюс, ол жерде минус, плюс болып анықталады, сан сәулесіне. Енді мына бізге керек емес. Яғни плюстан басына анықтаса берілген функция өседі, минустан басына анықтаған кезде берілген аралықтарын кемейді, одан кейін қайттан плюстан анықтаса ол өседі деген сөз. Яғни жауабы минус x-тіктен минус 1-ге дейін және 1-ден плюс x-тікке дейін аралықта берілген функция өседі. Екіншісі минус 1-ден 1-ге дейін берілген аралықта бұл функция кемейді. Тағы бір есеп шығарайық. Сонымен қалған өздерін шығарасыздар. 19-да 8 5 дәрежесін алайық біз. F от x тең x-тің 5 дәрежесі қосылған 5. Берілген функцияның анықталу облысы df r-ге тең минус x-тен плюс x-ге кез келген санды қоюға болады. Туындысын табам. 5x-тің 4 дәрежесі. Сосын берілген функция 0-ге теңестірем. Тең 0. Яғни x тең 0. Сан сәулесіне салам. 0. Аралыққа бөлем. Анықтайым. Мына жаққа апарып қоям. Кез келген санда ол плюс болады. Теріс сан болсын соң. Бұл жерде де плюс болады. Яғни берілген функция монотонды түрде өседі. Өспелі. Яғни минус x-тіктен плюс x-тікке дейін берілген функция өспелі.